Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге Дәметкен. Бүгін үй жағдайында бургер рецептісімен бөлісемін. Келесі видеода пицца рецептісімен бөлісемін, сондықтан қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдымен ұнды ситыдан өткізіп аламыз. Пара дайындаймыз. Бөлек ыдысқа жылы сүт, су, қант қосып, еріген сары май, аз қасық ұн, дрожжи салып араластырамыз. Жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Мінеки апарымыз дайын, үстіне тұз қосып, аз қасықпен араластырамыз. Қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнды салып, ұнды көп салып жүрмеңіз, грамм бойынша салыңыз. Жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтерілді, мен оны 10 бөлікке бөлдім. Әр бөлігі шарик тәрізді қылып 80-90 грамм болып шықты. Енді сары уызды алып, біздің булочкалардың беттеріне жағып шығамыз. Және мен кунжут септім. 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа қоямыз. Котлетті дайындау үшін біріншіден пиязды блендерден өткізіп аламыз. Бір жұмыртқа, пияз, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып араластырамыз. Және де мен фаршты алдын ала ұрып алдым. Фаршымызды қуырған уақытта ол бізде шашақы болып кетпейді. Өзінің формасын ұстап тұрады. Қысып тұрған күнбағыс майда котлетімізді екі жағынан қуырып аламыз. Котлетті қуырып болған соң 180 градуста қызып тұрған пешке 15 минутқа қойып қоямыз. Қызып тұрған табаға пергамент қағазын жайып, сырымызды үстіне қойып, ерітіп аламыз. Булочкаларымыз дайын, өте жұмсақ болып шығады. Енді пышақпен ортасынан кесіп шығамыз. Енді бургерімізді жинаймыз. Мен майонез бен кетчупты қолдандым. Булочканың іштеріне жағып шығып, листья салата және де соленый огурцы, помидор, котлет пен еріген сырды қойып шығамыз. Біздің бургеріміз дайын, ас болсын. Рецепт ұнаса, менің арнама лүпіл басып, тіркеліп кетіңіздер.